Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі видеода біз дене бөліктеріне арналған видеоны жалғастыратын боламыз, яғни видео сабақты. Бүгінгі видео сабақ бізде мойынға арналады. Мойын бұл бізде кәдімгідей адамның физикалық, яғни эстетикасын кәдімгі жақсартады. Яғни мысалы айтсақ, мойны жіңішке және де мойны жуан адамды салыстырсақ, бізде ең кәдімгідей мужик сияқты көрінетін мойны үлкен. Сол себептен де бізге көп сұрақ қойылады, неге мойын туралы видео шығармайсыңдар деп. Міне дәл видео осы сендерге арналады. Олай болса кеттік, пайдалы кеңестерді айтамыз. Достар, көбінесе мысалы танитын шығарсың, Майк Тайсон өзінің мойнын шығару үшін, ол боксер болса да борецтердің, яғни күресетіндердің жаттығуын жасайды. Ол жаттығу мостикте тұрып, басын осылай бүйтіп майыстырады. Сол жаттығу ол өте опасный, себебі ол сіздің позвоночник, яғни омыртқаңызға әсер етеді. Сол себептен оны сіздер міндетті түрде өздеріңіздің программаңыздан алып тастауларыңыз керексіздер. Достар, енді мойынға арналған жаттығуларды айтып кетейік. Ол кезде сіздерге міндетті түрде досыңыз болу керек, және де немесе қосымша аз нагрузка түсіретін салмақ болу керек. Егер сіз үлкен нагрузка түсірсеңіз, мойныңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін сіздер. Айтпақшы достар, біз сол жаттығуларды келесі видеода көрсететін боламыз. Сол себептен каналға қазір міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз келесіне көшетін боламыз. Достар, кейбір адамдарда мысалы айтсақ, мойны дұрыс көрінбейді. Оған ең бірінші себеп қазіргі бізде социальный сеть дейді ғой, әлеуметтік желі дамығанда бәріміз түнге дейін осылай отырғанда, орындықта осылай отырамыз. Сол кезде біздің омыртқамыз осылайынан майысып кетеді, біздің мойын бұлшықетіміз астыға түсіп кетеді. Яғни сол себептен біздің мойнымыз дұрыс көрінбейді. Бұны бізге түзетуге мынандай жаттығу бар. Сіз қабырғада осылайынан тірелесіздер, бүкіл денеңізбен, сосын барасыз да жақтан алып артқа қарай ақырын итеріп отырасыз. Оны біз шамамен 3-4 подходқа бөліп 5-6 рет итеріңіз. Күнделікті жасап тұрсаңыз болады. Бұл жерде нагрузка болмағандықтан сізге өте пайдалы болады. Осымен достар, мойынға арналған кеңестерді айтып кеттік. Сіздерге мынандай ұсыныс бар. Сіз бізден Street Boy Building атты толыққанды дене шығаратын программаны сатып ала аласыздар. Ол үшін бізге менің инстаграма және де Рамазан инстаграмына жазыңыздар. Маған программа керек деп. Сол кезде біз сіздерге бәрін түсіндіретін боламыз. Бұл программаның сіздерге артықшылығын айтып кетейін. Бұл программада сіздерге ешқандай қағаз жазып берген нәрселерді пихать етпейміз. Бұл жерде барлығы видеода тұрады. Сіз соны қайталайсыз. Бір ай көлемі ішінде сөйтіп денеңізді шығаратын боласыз. Осымен достар, видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, онда каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.